Қайырлы күн. Елімізде әр қазақстандыққа 10 сотық жер үлестіру қызметі басталды. Оған сәйкес әр Қазақстанның кез келген өңірінен өзіне 10 сотық жер тегін мемлекеттен ала алады. Естеріңізде болса, бұндай қызмет бұрында болған, бірақ ол үшін қазақстандық акиматқа баратын, әкімдікке барып, сол жерге қағаз жүзінде өтінім қалдыратын. Ол ұзақ процесс болатын, және ол жерде мүмкіндік аз болатын. Енді мынау кішкене қолжетімді, жеңіл, ешқайда барудың қажеті жоқ. Ешқандай кезекке тұрмастан, үйдегі өзіңіздің компьютеріңіз арқылы және электронды цифрлық қолтаңбаңыз болса жеткілікті. егов порталы арқылы очередьқа тұрады екенсіз. Мен сіздерге қазір соның қалай жүзеге асатындығын көрсетпекшімін. Мен сіздердің көз алдыларыңызда егов. Бірінші, еговқа өзіңіздің ECP кілтіңіз арқылы кіресіздер. Так, жоғары жағында мына жерге қазақшаға аударып алайық. Міне жоғары жағындағы кіру деген батырманы басамыз. Енді мен көбінесе ECP кілт арқылы кіруді ұсынамын. Электрон цифрлық қолтаңба, сертификаты таңдаңыз дейді. Өзіңіздің кілтіңіз тұрған папканы меңзейсіз. Кіретін кезде бірінші мына AUS RSA деген кілтті таңдайсыз. Ары қарай пароліңізді тересіз. Открыть. Подписать. Бәрекелді, міне біз жоғары жағында қарасаңыздар, өзіңіздің аты жөніңіз жазылып тұр. Яғни сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге кірдіңіз. Енді ары қарай жерге кезекке тұру үшін жылжымайтын мүлік деген бөлімге өтеміз. Ары қарай жер қатынастары, ары қарай жеке тұрғын үй құрылысын, жер учаскасын 10 сотық жер алу кезекті қарау немесе кезекке тұру деген бөлімге өтесіздер. Онлайн сұрау. 3 қадам бар бұл жерде. Бірінші қадам өтініш түрі. Кіреміз. Кезекке қою. Біз кезекке тұрғымыз келіп тұр. Бұдан бөлек бұрын берілген өтініштердің деректерін өзектендіру деген бар, және кезектен шығару деген бар. Егер де сіз кезекке тұрып қойып, кезектен шығу керек болса, онда кезектен шығуды таңдайсыз. Біз қазір кезекке тұрмақшымыз. Кезекке тұру. Аймақты таңдаңыз. Ең қызық жері осы жерде. Қай жерден 10 сотық жер алғыңыз келеді сол. Мысалы, Алматы қаласынан 10 сотық жер ала алмайсыз. Неге? Өйткені Алматы қаласында бос жер жоқ дейді. Сондықтан Алматы облысынан қарау керек болады. Алматы облысының өзінде де кез келген жерін ала алмайсыз, өйткені кейбір акиматтарда, әкімдіктерде өтінім қабылдау жабық тұр. Өйткені осығанға дейін берілген өтінімдерді олар реттестіріп, қарап жатыр. Сол үшін енді біз қазір мен көрейін сіздердің көз алдыларыңызда, мысалы, міне Алматы облысын таңдаймын. Ары қарай Алматы облысының ішінде қандай аудандар мына жерде қараңыздар. Міне Қапшағай. Өзіңіз қалайтын ауданымыз. Мен мысалы тұрайында Қапшағай деген таңдайын. Көрейік қазір. Ол жерде Қапшағай қаласы, Заречный ауылдық округі, Шеңгелді ауылдық округі дейді. Қапшағай қаласы деген таңдап көрейін. Сақтау. Ары қарай мына жерге мен бұрын жеке тұрғын үй құрылысы үшін тегін жер учаскасын алмағанымды растаймын. Яғни қазір 10 сотық жерді тегін алу үшін сіз бұғанға дейін 10 сотық жерді мемлекеттен тегін алмаған болу керексіз. Егер де сіз бұғанға дейін 10 сотық жер алған болатын болсаңыз, сіз қайталап ала алмайсыз. Мен бұрын алған жоқпын деймін. Астында сіздің нөміріңіз тұр. Ары қарай келесі қадам электрон цифрлық қолтаңба арқылы қол қою. Басамыз. Бағанағы электрон цифрлық қолтаңбаңыз тұрған папканы меңзейміз. Енді қол қоятын кезде RSA деген кілтті, мына екінші тұрған кілтті таңдаймыз. Паролімізді тереміз. Открыть. Подписать. Міне, бәрекелді, бірден барлығы өңделді. Бірақ кейде бірден өңделмей қалуы мүмкін. Кейде мына жерде жаңағы қызмет қолжетімсіз, техникалық ақау, техническая ошибка деген сияқты хабарламалар шығуы мүмкін. Ол кезде сіздерге кішкене сабырлық керек болады, қайта-қайта беріп өтінім алсаңыз болады. Мен мысалы маған міне хабарлама келді, хабарлама дегенді басайын.
хабарлама шықты. Бөлім мемлекеттік кіріс мекемесі Алматыдағы жер учаскесін алу бойынша кезекке қою туралы ұсынылған өтінімді қарап, сіз арнайы есеп тізіміне қойылғаныңыз туралы хабарлайды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес есепке алынған өтініштерді қанағаттандыру қалада барлық қажетті инженерлік коммуникациялармен қамтамасыз етілген бөлу үшін дайындалған алаңдардың болуына қарай қатаң кезектілік тәртібімен ғана болатынын түсіндіреміз. Яғни бұл жерде не дейді? Мен кезекке тұрғанымды айтады, және кезек міндетті түрде өз кезегіңізге келгенде аласыз, және ол жер барлық коммуникациялық, барлық тұруға қолжетімді жаңағы дүниелердің барлық дұрыс болған уақытта ғана берілетіндігі жайында хабарлама берілген. Сонымен біз сіздермен бірге өтініш беріп кезекке тұрдық. Енді мен келесі видеода сіздердің тұрып қойған очередтарыңызды қалай электронды түрде бақылап отыруға болады, сол жайындағы видео нұсқаулықты түсірмекшімін. Олай болса, келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.